Армысыздар қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Ассалаумағалейкум қарорман халқым, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Жағымды жаңалықтармен тікелей эфирімізді бастаймыз. Ең бірінші жағымды жаңалық Америка мен Англия Ресейдің жоғарғы ғылым технологиялық салаларына және осы жоғары технологияларды пайдаланатын өндірістік экономикалық салаларына аса сұрапыл соққы беретін шешімді қабылдады. Қайталап айтамын, Ресейдің жоғарғы технология салаларына және өндіріс салаларына және осы жоғары технология мен өндірісті пайдалана отырып экономика жағында өте үлкен Ресейдің экономикасында маңызды орындар ұстайтын салаларға санкцияның 77 атасын салғалы отыр. Бұл бұғанға дейінгі шетелдегі қаржыларын бұғаттау, суифеттен шегіндіру, немесе Ресей байларының ақшаларын бұғаттау, Ресейге жіберілетін барлық технологиялық өнімдерді тоқтату деген сияқтылардың сыртында, немесе рубль мен мұнай газға ақша төлеу дегендердің сыртында олардың барлығынан өтіп кеткен бұғанға дейінгі санкциялардың бәрінен басып озған санкция болды. Бұлайша айтқанда Путинді тура талмау тұсынан, жүрек тұсынан ұрып құлатып, аңқ еткізіп, іштен теуіп, қақшекеден атып түсіргендей болды. Путин бункеріне тығылып алып, өңгірінде солқылдап жылап жатқан болуы бек мүмкін. Көтер алмаған шоқпарды басқада артқада ұрып алып, не істерін білмей отырған есерсоқ Путин енді өзінің тарықшылыққа қалғанын енді анық сезіну мүмкін. Себебі жоғары технологиялық барлық өнімдер, запчастар, сервистер, қосалқы бөлшектер, бұлардың барлығы Ресейге қамдалмайды. Тіпті бұл деген сөз, Ресей бұғанға дейін мынау мұнай және газ айыру саласында олар өте жоғары технологиялардың барлығында Америка мен Англиядан алып отырған. Естеріңізге ала кетейік, көптеген адамдар ойлайды, ойбай мұнай деген достан баяғыда 100 жылдың алдында, 90 жылдың алдында да қазды ғой деп. Бірақ ол 100 жылдың алдындағы, 90 жылдың алдындағы мұнай қазу, ол технологияменен қазір мұнай өңдесеңіз, онда сол технология бойынша өңдеген мұнайыңыздың 1 литрі $100,000 болуы мүмкін. Ал қазіргі мұнай өндірісі, қазіргі мұнайдың өңдеу технологиясы, қазіргі мұнайдың стандарты, талабы бойынша өңдеу үшін мұнай саласында пайдаланатын технологиялар, аспаптар, тозғыш, қосалқы бөлшектер, заттар, тіпті ең қысқасы қауіпсіздік саласы бәрі негізінен осы батыстың технологиясы менен іске асады. Демек, Ресей енді мұнай газ өндіру саласында да тұмсықтан жейтін болды. Бұл бір. Екіншісі, Ресейдің ғарыш технологиясы, зымырандары, тіпті мынау Ресейдің әуе тасымалы, халықтық, азаматтық әуе тасымалы кедергі ұшырайды. Боинг ұшағы Ресейге берілмейтін болды. Боинг ұшағының жаңа тез тозатын, ең ұзақ дегенде жарты жылда ауыстыратын бөлшектеріне дейін берілмейтін болды. Боингтың запчастарын Тайвань қамдайды екен, ол да бермейтін болды. Ең қысқасы қарапайым ұсақ түйек чиптерді беретін Тайвань мен Сингапурға дейін Ресейге санкция салып тастады. Енді осы кезде Ресейдің өздері өндіретін баяғыдағы анау трактор сияқты, мен баяғыда 1001 сапарды жазатымын, орыстың ұшағы аспанды ұшатын трактор деп. Себебі бүйтіп сілкілдейді ғой, Құдай төбең, енді Құдай сақтасын енді. Сол орысты енді сол баяғыда мына бүкіл жер бетінде, мейл Еуропада жүр, мейл Азияда жүр, мейл Америкада жүр, қаншама елде ұшып жүрміз, қаншама елдің халқын ұшақ қонғанда шапалақ соғатын бірде-бір ел жоқ, советский елдерден басқа. Мына советскийлер мейлі Еуропада жүрсін, Америкада жүрсін, чапалақ соғады. Соны бір қарап біліп қойды. Бір жерде біреу чапалақ соғады, қарасаң бір орыс па, қабағын түйіп алған, бүйтіп басыңнан аяғыңа дейін бүйтіп. Советскийлердің мінез бірден білініп тұрады. Егер
кетіп бара жатып, осы басыңнан скайнерлегеннен аяғыңа дейін скайнерлеп, аяғыңнан басыңа дейін скайнерлеп, бір кезде артыңа бұрылып қалсаң, анау алыстан тұрып скайнерлеп жатса, онда ол советский. Мына киіміңе қарап, сөйтіп скайнерлесе, ол советский болады. Сосын өз-өзінен қабағын түйіп кетіп бара жатса, ол советский болады. Көргенде қабағын түйген бет өтіп кетсе, ол советский болады. Мына еуропалықтар, америкалықтардың жүзі жылы болады. Былай қарап. Енді осы өстіп айтасың. Енді қысқасы сол орысыңның мұнай, газ, тіпті мына ұшағына дейін тоқтайтын болды. Мына өзінің өндірген ана баяғыда советский ұшақтармен ұша береді деп, мысалы, мына орыстың осырығын француздың әтіріндей көретіндер ақталу мүмкін. Ол ұшақтарының да запчастарын Америка мен Англиядан, Еуропадан алады екен. Ол ұшақтарының да қосалқы анау координациясы, қондыратын анау бірдеңелерінің барлығын, спутниктік байланыс бәрін Америка мен Еуропадан алады. Енді оған да тоқтатып тастады. Онысында. Енді онысының бәрін жұлып алып тастап, орыстар баяғы атам заманғы осыдан бір ғасыр бұрынғы ескі анау қанаттар ағаштан жасалған ұшағын қайтадан іске қоспаса, мына осы замандық бөлшектерді пайдаланатын ұшағының бәрін тоқтайтын болды. Оның ішінде тез тозатын, тез ауыстыруға мұқтаж бөлшектеріне дейін бірақ тиіп тастады. Бітті. Бірақ тиіп тастады. Енді Ресейдің емханаларындағы анау тез тозатын бөлшектері бар, медициналық заттарға дейін бірақ тоқтайды. Міне. Енді бұл Ресейге міне өндіріс, жоғары ғылым технология, экономика саласына күйрететін, соққы беретін шешімді Англия менен Америка қабылдап тастады. Бұл енді бұғанға дейінгі соққылардың ішіндегі сұмдығы болды. Мына жаңағы айтпақшы, енді Ресейдің ұшағы өз ішінде ұша береді дегенде. Сол ана советскийлер сол неге қол шапалақ соғады? Неге осы ұшақ қона қалғанда Алматы, Астанада, мейлі тіпті Шымкентте, Ақтау, Атырауда ұшақ тоқтай сағанда бүкіл ел әшейін біреу жаңағы қол себебі Совет одағы кезінде ұшақ апаты ең жоғары болған. Дүние жүзінде Советтің ұшағы апаттық деңгей жағынан дүниенің алдын өтіп кеткен. Сондықтан Советтің ұшағын жаналғыш деп атаған. Тіпті бір замандарда Советтің ұшағын ірі қалалардың үстінен ұшпауға өтініш тапсырып, содан олар егер бізді өйтпесеңдер, біз сендердің ұшақты қондырмаймыз деп, ойбай әкетай, көкетай, енді Советті демократияландыру керек, сөйтіп жүр, мұна қаланың шетімен, құласаң қаланың шетіне құла деп жүріп, Еуропа енді Советпен байланысты орнату керек, орнатпаса тағы болмайды, орнатса бұлардың ұшағы құлағыш, сондай болған. Кейін мына Боинг бүкіл дүние жүзінде ең қауіпсіз ұшақ көрсеткіші болды. Сосын мына француздың ұшағы болды. Содан кейін сол ең соңында мына анау балтай-шалтай ұшақ өндіретіндердің бәрі сол жан керек болды да, бәрі сол Боингке француздың ұшағына ауысты. Мына Қытай бір кезде тыраштанды, 15-ші жылы өз ұшағымызды өндіреміз деп. Содан 15-ші жылы ұшағын өндірді. Сөйтсе оның екі қанатының екі ұшы менен ана құйрығының ұшында ғана сыртқы қорабын ғана өндіріпті. Екі қанатының екі ұшы және құйрығы. Қалған ана двигатель моторы, анау мынауы, координат, спутникпен байланыс, амандық сақтайтыны, ана сілкуден сақтанатыны, ана ауаның жаңағы несін қанаты көтеріліп жазылып нететін темірі, ана сол темір соғанға дейін тұтасымен өздері жасай алмайды екен ғой Қытай. Содан оны бір-екі рет жасады да, соны ол енді бүкіл дүние жүзі солай, бүкіл дүние жүзі бір заттың бір бөлшегін бір жерден алады. Біздікі мынау енді таза Қытай өндірді дегенмен, шынында сол бүкіл затты бәрін алып, тек Қытайда өндірілген сол екі қанатының ең ұшы менен құйрығының ұшы ғана екен. Сол қорабын өндірген ғой. Енді қорап дегенде тұтас қорабын да өндіре алмаған. Соны сөйтіп Қытайдың ұлтшылдары ақталған екен. Әзіргі дүние сөйтіп бүкіл дүние жүзі анау мынаудан жиып жасайтын болды. Сондықтан оны менікім кінәлім емес деп Қытайлар ақталған екен. Содан ең соңында онысында қойып, ол ұшағын қойған екен, тоқтатқан. Енді міне орыстарың енді ары-бері ұшу үшін сол бүкіл сол америкалық нелердің бәрін тастап, енді сол анау 30-40 жылдардағы сол ағаш қанатты ұшақтарымен ұшпаса басқа малдары қалмады. Бұл бұғанға дейінгі жаңағы дүние. Енді сол енді орыстың ұшағы құлай береді, сосын ана жерде құлақ қапты, міне жерде құлақ қапты, сол чапалақ соғу содан шыққан. Болмаса мына Еуропа, Америкаңда осы ұшақ қонады, ешкім шапалақ соқпайды, советскийлерден басқа. Сол мен айтайын дегенім бүгінгі бірінші жағымды жаңалық осы. Екінші жағымды жаңалық, НАТОның басшылары бір айтыпты Украинаға кеше. Украинаға қанша қару керек болса, сонша қару жеткізіп береміз деп. Ол деген сөз енді
Бұғанға дейінгі Зеленский анда барып қару берші деп, мында барып қару берші деп, енді біздің қазақша айтқанда анаған барып садақ берші деп, мынаған барып жебе берші деп, анаған барып маған найза берші, мынаған барып маған қылыш берші деп, мынаған барып кездік берші деп, Зеленский бейшара тентіреп ақ кетті. Енді НАТО айтыпты, әй Зеленский, мә осы сен де осы көп сұрап кеттің, енді осы саған не керек, соның бәрін береміз депті. Бұл екінші жағымды жаңалық. Енді үшінші бір жағымды жаңалығымызды айтайық. Мына Англия сол өзінің уәдесін орындап, мынау Sky системалы өзінің әуе қорғанысқа және әуе шабуылға пайдаланатын озық үлгідегі жеңіл типтегі қаруларын Украинаға жеткізіп берді. Енді орыстың ракетасына жаңа қарсы тұратын тағы бір қаруы көбейді. Бұл үш. Енді төртінші жағымды жаңалығымыз, мынау орыстың шекарасындағы орыстың сәлерке бензин сақтайтын қоймасы жарылып кетті. Оны орыстар ойбай Украиндар шекарадан басып кіріп жарып жіберді деді, бірақ дереу Украинаның қорғаныс министрлігі мәлімдеме таратты, біз жарған жоқпыз, біздікіміз кінәлі емес деді. Содан олар айтты, бұл коррупцияға белшесінен батқан орыстар өздері сол жанар жағармайды ұрдап жырдап сатып, енді сонысын жасыру үшін жағып жіберді де бәлесін артып отыр деді. Бұл деген сөз мейлі Украин жарып жіберген болсын, онда ол жағымды жаңалық. Себебі бұл Украинның кәдімгідей шекарадан алқып отырып Ресей жеріне шабуыл жасағанның бір белгісі. Бұл үшінші кезектегі шабуылы болады. Ал егер Украин шынында өздері айтқандай жасамаған болса, бұл соғыс деген ақпараттық соғыс. Сондықтан орысқа да 100% сене алмаймыз. Украин жарып тастап өздері жармадық деп отырса, оған да сене алмаймыз. Немесе Украинның бір жаңағы армиясы ашуда жарып жіберіп, кнопканы қаратып атып тастады да шекара тиіп тұр екен, 10 километр. Шекарада тұрып ана видеоны түсірген видеоларды Украинның ана телеграм каналдарында отырмын мен. Қазір украиншам кәдімгідей күннен күнге өсіп барып. Соны бәленбай видео көрдік. Енді лауылдап жанып жатыр орыстың қаласы. Енді сонда бұл жерде Украинның бір жаңағы бір қарулы күштер жарып жіберді, менікім кінәлім емес деп отырма, жоқ Украин өзі шынайы жармады ма, жоқ Украин өкімет өзі жарып тастап жоқ деп орыс қартып отырма. Енді оны бір Құдай біледі, ешкім білмейді. Енді бұл соғыс дегенде ақпараттық соғыс. Енді өздерің коррупцияға белшеден батып, өздерің ұрдап жырдап, сәлерке бензинді сатып, өздерің жарып жібердің деген сөз, ол орысқа екінші қайтара соққы болуы мүмкін. Енді ол қаланың әкімі, енді осы мұнай газ саласы Путин дырылдатып, оның бәрін қамауы мүмкін. Міне, ал бұл қара етек алатын болса, бүкіл сол шекара аймақтағылар Украин партизандар жарып жіберді деп бензин сәлеркені ұрдап сатып. Себебі коррупцияға батқан Ресей, коррупцияға батып отыр. Сонымен енді бұл ары қарай үрді салып бір енді домино эффект сияқты эффект болып, бүкіл осындай қару қоймалары, жанар жағармай қоймалары жарылып, бастықтар оны ұрдап жырдап сатып, тіпті қаруларын украиндарға сатып, өздері бәленбай ақша ақыр сендерде доллар көп деп, мына кеше алдың күні ма анау Зеленский мен Байден сөйлескенде 600 миллион доллар берем депті, қайтарымсыз. Байден айтыпты. Оны аудармаппыз ғой, ұмытып кетті. Енді мына Украинға беріліп жатқан көмекті, анау пәленді берем деді, мынау түгенді берем деді, анау бәлен 100 миллион берді, мына қару берді деп аударып үлгірмей кеттік. Әгі бір той жасағанда ана жақтан ана туысың жаңағы мына сыйлықты әкеледі, мына туысың мына сыйлықты келеді, есің шығып кетеді ғой, кімнің не екенін білмей қалғаның сияқты. Украин деген әшейін жан жақтан ақшаға да қаруға да қарық болып жатыр. Енді қалай болмасын, бұл жағымды жаңалық, әсіресе мынау экономикалық, жоғары ғылым техникалық, өндірістік санкция салуы бұл енді аса сұмдық болды. Сосын мына Ресейдің әлеуметтік желісінде шолып отырсақ, үлкен 600 миллион доллар ма, 300 миллион доллар тұратын үлкен кеме, қазақша айтқанда кеме, үлкен дәу қайық, мына шетелдің сөзімен айтқанда яхта дейді. Енді оның ішінде енді бәрі бар, әшейін жылжитын арал деген сөз. Сол ана ірі Ресейдің байлары Еуропадан қашып, сол кемелерін айдағаннан айдап, жаңағы жолсызбен жүріп, жартас құрмай Ресейдің бір портына әкеп тоқтатып қойып. Сол
әгі орыстар деген ызаланып жатыр. О атаңа нәлет, біз бәлен ай айлық алмаймыз, түген ай жұмыс жоқ, мына бәлен кезде жарық өшіп қалады, мынандай кезде жаңағы зат таусылып қалады. Сол біздің өңкөй парақор мына миллиардерлер өстіп осындай кемені алып жүр екенсіңдер ғой деп орыстардың мына жаңа себебі ол яқталар өмір Ресей портына келмеген ғой. Олар сол шетелде сатып алады, шетелде сайрандайды. Анау бір кезде естеріңізде ма, анау Дариға Назарбаеваның анау қызы ма, қатыны ма, анау біреу бір билеп бүйтіп анау орыстың әнін айтып билеген, сол яқта деген сол. О бәлең өз көлем кішкентай болғанмен қымбат болады. Біреу 100 метр, 200 метр, 300 метр, 600 метр ма, сондайлығы да болады. Іші деген арал енді. Ол сол теңізде айдақ қойып жаңағы анда-санда жаңағы жанармайын құйып алып, сосын әшейін жылдап қаңғып жүре бересің оны. Бүкіл халықарада жүре беретін несі бар оның. Сол бәле ана спутникпен жалғасады, өзің телега интернетің бар әшейін жаңағы. Біздің де мына құтырық байлардың енді оның қаншаусы Еуропада, қаншау Түркияда кемелер, яқталар жатыр. Баяғыда мына Болат Назарбаевтың ана Малайзияның бұрынғы парақор жаңағы парақор кім еді? Нажип деген Малайзияның премьер-министрі болған. Соның қызын Болат Назарбаевтың ұлы алды ма, сондай бір бытқыған құдалық болып, сол Болат Назарбаев сыйға яқта тартып деген, оны сол Малайзияның премьер-министріне сыйға тартқан яқтасы Индонезияның ана атақты аралы бар ғой, анау туристер баратын. Бали аралында тұрған жерінен Американың жаңағы барлау қызметкері барымталады ғой, ана кімнің анау Нажиптің бір халықаралық қылмысының бодау есебінде. Міне, оны қазақтар білмейді де, сөйтіп бытқы Болат Назарбаев әйелі қайсы әйел екен, оның бір 100 шақты әйелі бар ғой, соның бір қатыны ана Нажиптің Малайзияның премьер-министрі бұрынғы сол қолдарына енді бір тал бриллианты, бірденке миллион, 50 миллион, 100 миллион тұратын бриллианттар сыйға тартып, оны кейін жаңағы Нажип тұтқындалып, оны Малайзияның жаңағы коррупцияға қарсы комитеті несе құдағи берді. Қазақтардың салт екен, құдағиларға өстіп 10 жүзігіне 10 бриллиант салады екен деп әлгі ақталып, ол Малайзияда шу болып, ағылшын тілді ақпаратта қырғын шу болған, оны қазақтар жазған да жоқ ол туралы. Міне сондай былықшылық. Енді орыстар әгі яқтаны көріп, жаңағы енді орысша боғауыздан бір 100-ді жіберейін бе осы жерде отырып. Өздеріңіз енді ойлабаңыздар, ана заланған орыстар әлеуметтік желіде қалай боқтықты жіберіп жатыр. Мынау дүниеде боғауыз ең көп халық орыстар. Мына боғауыз, боқтық сөз ең көп. Баяғыда бір солардың бір тіл ғалымы, лингвисті орыстың боғауыз сөздері дейтін сөздік құрастырыпты дейді. Енді өткенде Украинада тұтқынға түскен орыс әскерлерінің өзінің туған шешесімен сөйлескен видеосын көргенде біз талып қалдық қой. Ана шешесімен 10 сөзден тұратын бір сөйлем айтса, соның 8-і боғауызға, ана арасына кірсін, кірмесін. Қысқасы олар бүкіл затты да боқтықпен айтады, етістігі де боқтық, зат есімі де боқтық, бастаушы да боқтық, баяндаушы да боқтық, анықтаушы, толықтаушы, бәрі боқтықтан тұрады екен ғой. Бұл орыстың сөзі. Орыс тілін, мына орыстың солдаттарының тілі енді тұтасымен енді, құдай сақтасын енді. Тура шешесімен сөйтіп сөйлескенде жағамызды ұстап, атасына нәлет, алдартына бір уыс топырақ өзімен кетсін, жауыңа да тілемейсің. Мына ананың шеше сиқы жоқ, мынаның бала сиқы жоқ. Сонда не деген құрған құдай атқан қарғыс деген қауым екен деп тура төбе шашымыз тік тұрды ғой. Құдай ай, қандай қауымның жаңағы бұлар бұл енді құдай сақтасын дедік қой. Міне сонымен дүниелік жаңалықтардың легі осындай. Міне орыс пен Украина енді келісімге келетін болып қалды. Зеленский осы Путинді адам деп сеніп, сонымен келісімге сеніп ақымақ болып жатыр дегенде осындай әңгіме болғалы тұр. Енді ары қарай не болады, бір Құдай біледі. Ғайыпты жаратушыдан басқа ешкім білмейді. Жағымды жаңалықтардың легін қазір міне осы әлгінде ғана беті аузымызды жудық. Мен өзі түнде өте жай жатқам. Сон таңата жаттық. Сол бір кесе шайымызды ішіп алғаннан кейін сосын мына Washington Post, New York Times'та 2 мақаланы көзім шалды. Сол мақаладарды аударып сіздерге жеткіземін. Жақсы, аман сау болыңыздар. Қалың елім, қазағым, қарорман халқым, баршадарыңызға мынау келіп жеткен қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Жасаған
игі дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бірақ ешқашан Назарбаевқа, елбасына, Тоқаевқа арнап дұға жасамаңыздар. Кімде-кім ұлттың жауына, қаныш жерлерге, парақорларға, екі қолы қазақтың қанына малынғандарға дұға жасаса, онда оны жаратушының қарғысы атады. Екі дүниеде жақсы болмайды. Кімде-кім сол қанышер, ұрғары, қарақшы, коррупционер, парақорлар менен ниеттес, тілектес болса, дастарқандас болса, солардың тілеуін тілесе, ақиретте оның баратын жері солармен бірге тозақтың төрі болады. Сондықтан мынау қасиетті Рамазан айында барлық қазақ алақаныңды жайып Құдайдан сұрағанда, қазақтың екі дүниедегі жақсылығын сұраңыздар. Қазақ халқы әділ, саяси сауатты, тәуелсіз, орыстың озбырлығынан құтылған, Қытайдың қысымынан құтылған, өзінің күнін өзі көретін, ғылым білімі дамыған, әділ сайлау болатын, ұрлық қарлық болмайтын, пара болмайтын, мынау балабақшадан тартып университетке дейін тегін оқу болатын, мынау қоғамда тұтасымен тек жақсылық болатын, әлемнің өскен, өркендеген, ілімді, білімді халықтары сияқты тәуелсіз сот жүйесі болатын, тұтас қоғамда тек мейірімділік, жақсылық болатын, оңына қарасаң да тек жақсылық, солыңа қарасаң да тек жақсылық болатын, мынау бүкіл зұлымдық, бүкіл азғындық, бүкіл жезөкше, бүкіл адамның аузы барып болмайтын, бүкіл масқара тірліктің бәрі қазақтан алыс болатын, осы ойдағыдай бір жақсы өмірді тілеңіздер. Санаңыз, ақылыңыз жеткенше тілеңіздер. Мына ниетімізді дұрыстайық бірінші әрбір қазақ. Ол тілек деген тек ауыздан емес, немесе қарекет жасап гимнастика сияқты тоңқаңдау емес. Ең бірінші мына жүрек, ниет дұрыс болсын. Себебі көрнекінде білетін жаратушы, көмескінде білетін жаратушы, көкейдегі ойды да білетін жаратушы, жүректерді білуші сол жаратушы. Сондықтан ойымызды дұрыстайық. Мына ойымыз сәбеттің кезінде, мына бұлғанған, бұзылған заманда, құдайсыз заманда, сосын мынау Назарбаевтың әбден халықты боққа малып, әбден бұлғандырып, әбден қалама ырықты ырықсыз қалде біздің қоғамымызды әбден бұзған, әбден ойрандаған кезінде өсіп қалған, өмір сүріп қалған бір-екі буын енді тәубаға келіп, ай жаратушы, сол зинақор болдық, арақ іштік, міне құдайсыз болдық, енді соның бәрін кешір, енді мені енді осы сол зинаңнан да пайда көрмедік, ол да сол бір аз уақыттық қуат қайраттың тасып тұрғандағы шаруа екен, міне парада бердік, парада алдық, ол да баянсыз екен, құдайсыз болдық, ол да баянсыз екен, іштік, ол да баянсыз екен, жақсы өмір сүрмедік, мен шамалы пышақ сыртындай жақсы жүрсем де айнала туыс туған ел жұртым қиналды. Енді осымның бәрін кешір. Енді өзің бізге бір өзің ғана білетін, біз білмейтін, біздің миымызға да кірмеген бір жақсылықты несіп қылшы. Осы 100-миллион күнәма тұтас халықтың мына саяси сауатсыздығынан, енжарлығынан, бейғамдығынан, қамсыздығынан, ойын тамашаға құмарлығынан, мынау барлық азғын тозғын тірлікке бейімдігінен, содан келген мына барлық өзің жіберген және өзің жаңа жазаң жіберген жазаларыңнан бізді құтқар. Мына құрған құрдымға кеткен аш жалаңаш кедей, азған тозған, іріп шіріген, Құдайдың қарғыс тиген мына өмірден ертерек арылып құтылып жақсы өмір сүрейік деп жақсы дұға қылыңыздар. Ендеше баршадарыңыздың игі жақсы дұғаларыңыз қабыл болсын. Шын жүректен беріліп, шынайы өкініп, бұрынғы істеген қателіктеріңізге, бұрынғы істеген енжарлығыңызға, бұрынғы сауатсыздығыңызға, бұрынғы жаңа біліп білмей, тіпті ырықты ырықсыз қалде, кейде мәжбүрлі, кейде өз қалауыңыздан тыс істеген барлық жаңа қателіктерге, мынау басқаларды қарап, мына Жапон, Корей, Тайвань, Сингапурды қараңыз, Еуропа мен Американы қараңыз, анау дүниедегі ең бақытты ел болған Норвегия, Швейцария, мынау Голландия, Нидерланды, міне Еуропа елдерін қараңыз, әшейін картесе пенсия дайын, кемпір шалдары бүкіл жер әлемде қыс келгенде қайда жылы аралдар бар деп теңізге барып, ыстық теңізге малынып, шомылып, күнге қақталып жатады. Мал қайда, ойбай, сиыр қайда, соғымға не соям, құдама не берем демейді. Пенсия келіп тұр, мемлекетте тегін жаңағы емдеу, ауырып қалды, мына дәрін алайын десем ақша жоқ демейді. Қит ете қалса докторға барады, онысы тегін. Дүниенің ең керемет медицинасы, ең керемет айлық. Жастар жұмыссыз біздікі ұқсап қаңғып жүрмейді. Пара сара болмайды, оқуда пара болмайды. Кім қанша мәрте оқимын десе бәрі өкімет тегін оқытады. Мына 5 жыл
Мына мамандықты оқып шығып, физика, педагогиканы оқып шығып, жоқ мен физик педагог болмайды екем, жоқ мен медик болам десе, оны тағы 7 жыл мемлекет тегін оқытатын, осындай бір адамның ақылына да кірмейтін өмірді сол Еуропа мен Америка сүріп жатыр. Енді сол Еуропа, Америка солардың жақсы өмірін аңсасаңыздар, әсіресе анау көп ел біле бермейді. Міне күні кеше Советтің жаңа тепкісінде болған Латвия, Литва, Эстония міне бүгінгі кезде жәннаттың ар жақ бер жағында өмір сүріп жатыр. Мына дүниенің қызығын көріп жатыр. Қиналмай, арып ашпай, кредит төлемей, осы арқет арша борбай етіп борша болмай, сол күні кеше сізбен бізбен қатар советский өмір сүрген Латвия, Литва, Эстонияда сөйтіп өмір сүріп жатыр. Міне сол өмірге жете қалып, мына бүкіл шығыс Еуропа кетті. Мына Румыния, Польша күні кеше оларда сол советский өмір сүрген, оларда сол советтің бір стандарт киімін киіп, қабағын түйіп, жаңағы ұшағы құламаса қол шапалақтап, сол советский жаңағы отканы ішіп сөйтіп өмір сүрген. Міне сол советский өмірге қош айтып, оларың да міне еуропалық деңгейге жетіңкіреп қалды, жақсы өмір сүріп жатыр. Міне мына Польшаның бер жағында Украина міне 10 неше жылға жетер жетпесте демократияны орнатып, әділ сайлау орнатып, көп көрім жақсы өмір сүріп жатыр еді. Мына қызғанған мынау диктатуралық, фашистік, шовинистік путлер міне алды да Украинаға соғыс ашып жатыр. Енді сіздер де тілеңіздер, мына орыстың озбырлығынан, Қытайдың қыспағынан құтқарып, мына біздің қалың ұры-қары, қарақшы, суайт, коррупционер, өңкей парақор, өңкей надан топас, атын жаза алмайтын, 100 ауыз сөзді қазақша айта алмайтын, Қазақстанда 30 жыл жүріп 30 ауыз сөз үйренбей кеткен мына өңкей сұмырай советский, мына қалқылдап тұрған миларын жаңағы есек теуіп кеткен өңкей парақор министр, депутат, сепутат, өңкей ұры-қары қарақшылардың бәрін тырқыратып түрмеге тығып, оларды жаңағы сол киембі мембі полициясының бәрін сол түрмеге тығып тастап, өңкей жақсы қазақтардан, адал таза қазақтардан мемлекет жасақтап, мына қалың елім қазағым енді қалған өмірді бақытты баяшатты өткізсін деп жаратушыға жалбарына беріңіздер. Сол жалбарынған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бірақ жүректі тазалаңыздар, алдымен жүректі тазартыңыздар, жүректі тазартыңыздар. Сол мына жақтан Құдайға жалбарынып тастап, мына жақтан ана Тоқаевқа анаған пара берейікші. Мына бір депутат болу 500 мың доллар дейді ғой. Назарбаев кезінде 2 миллион доллар еді. Тоқаев жақсы енді 500 мың долларға түсіріпті. Мына біздің тайпадан шыққан мына жігітке жиыс жасап, Тоқаевқа 500 мың доллар беріп, депутат қылайық деп арам тірлікке бассаң, онда Құдайдың ұрғаны. Құдай көрнекінде білет, көмескінде білет. Ол сенің қандай түс көргеніңді де білет. Сондықтан айналайын қалың елім қазағым, ниетті дұрыстайық. Мына жүйені аударуға, мына Қазақстандағы мына қалың советтен қалған орыстың ойыншығы болып отырған, Назарбаевтан Тоқаевқа аманат етілген, мынау нұр аманат болған, халықтың басына аманат болып отырған мынау сұмырай жүйені тасталқан қылуды Құдайдан бірінші кезекте сұраңыздар. Ойыңызды Құдайға ашық айтыңыз. Иә, Құдай білуші деп қойып үндемей отырсаң болмайды. Құдай білуші. Құдай сенің қарекетпен айтуыңды, тілмен айтуыңды сұрайды. Ендеше барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ұстайтын оразадарыңыз қабыл болсын. Жақсы аман сау болыңыздар. Сәлден кейін сіздермен жүздесеміз тағы да.